Жамбыл облысы тұрғындарының табысын арттыру жобасы үкіметте қолдау тапқаннан кейін бірден өңірімізде іске асыру тетіктері нақтылана түсуде. Бұған дейін сан рет сараланып, барлық жүйесі бекітілген жобаның жай-жапсары тиісті құзырлы орындармен келісіліп бекітілді. Енді тек сөзден іске көшіп, қажетті шараларды уақытылы атқару керек. Айта кетейік, бұл бастаманың басқа өңірлерде баламасы жоқ. Сондықтан да бұл алдымен біздің облыстың 10 ауданның бір-бір ауылдық округтерінде пилоттық режимде орындалмақ. Ал аталмыш ауылдықтар оған сақадай сайма. Осы орайда облыс әкімі Асқар Мырзахметов аудандарға арнайы барып, таңдалған ауылдардың тұрғындармен кездесіп, дайындық барысын тағы бір пысықтауда. Алдымен Жамбыл ауданынан басталған аймақ басшысының жұмыс сапары бүгін Жуалыда жалғасты. Асқар Исабекұлы аудандағы жұмыс сапарын Бәйтерек ауылдық округінің тұрғындармен кездесуден бастады. Онда тұрғындардың табысын арттыру жобасын жүзеге асыру барысы талқыланды. Айта кетейік, Ақтөбе аталмыш пилоттық жобаға енген облыстағы 10 ауылдық округтың. Ауылдық округте барлығы 494 аула бар болса, жалпы көлемі 78 гектар болатын үй іргесіндегі жер тіркелген. Жобаның бірінші бағыты бойынша осы жердің тиімділігін арттыру басты талап. Ақтөбеліктердің дені жоба аясында жеке қосалқы шаруашылықтарында жерлеріне картоп егуге дайын. Сондай-ақ қорадағы малдардың өнімділігін еселеуге де ынталы екен. Десе де олар жоба аясындағы тиімді несиені алуда кейбір кедергілердің туындауының мәнісін сұрады. Облыс әкімі бұл жобаның негізгі мақсаты жаппай тұрғындарды қамту екенін қайталап айтып, әрбір ауылдықтардың несиеге қол жеткізу үшін барлық жеңілдіктер мен қолайлықтар жасалатынын жеткізді. Облыс әкімі бастамасы өте тамаша. Халықтың жағдайын ойлап, бұндай бастама вообще болған емес. Бірінші рет осындай нені естіп, шын мәнісінде қазір естіп, түсініп, сондай жақсы нәрсе. Қолдаймыз, әрине қолдайды. Елдің бәрі қолдайды. Кездесуден соң өңір басшысы Түктібай ауылында орналасқан Төлеген шаруа қожалығының жұмысымен танысты. Қожалық бүгінде мал шаруашылығымен айналысып отыр. Мемлекеттік бағдарламалар арқылы шаруасын шалқытуда. Жуырда ғана Чехия мемлекетіне сатып алып келген 64 бас сүтті әрі етті бағытындағы асыл тұқымды мүйізді ірі қара Жамбыл өңірін жатсынбапты. Оның себебі ірі қараның бұл түрі әу баста қазақ жерінен тараған екен. Аталмыш сиырлар тәулігіне 25 литрге дейін сүт берсе, оның майлылығы 5,4% дейін көрсеткішті құрайды. Асқар Исабекұлы осынау пайдасы көл көсір асыл тұқымды бұл 4 түліктің тұқымын өзімізде де көбейтудің жолдарын қарастыруды тапсырды. Жуалы ауданындағы Злиха шаруа қожалығы картоп өсірумен айналысатын іргелі құрылым ретінде танымал. Бүгінде қожалық жетекшісі 156 гектар алқапқа картоп егіп, оны жинау үстінде. Құрылым 50 гектарға жаңбырлатып суару технологиясын енгізген. Сондай-ақ сыйымдылығы 600 тонна жеміс-жидек және 1200 тонна картоп сақтай алатын қоймалары бар. Ол ғана емес, картопты қоймаға жеткізу, қоймадан сыртқа сұрыптап шығаруға арналған жаңа технологиямен жабдықталыпты. Өз кезегінде өңір басшысы Жуалы өңірінің картоп егуге бейім екенін тілге тиек етіп, шаруа қожалық аумағынан картоп өнімдерін өндіру ісін қолға алудың маңыздылығына тоқталды. Ол бойынша жауапты тұлғаларға зерделеу жұмыстарын жүргізуді жүктеді. Асқар Исабекұлының аудандағы жұмыс сапары Қаралма тау-шаңғы базасымен түйінделді. Аталмыш кешеннің құрылыс барысын барлаған өңір басшысы барлық жұмыстардың сапалы әрі уақытлы орындалуын баса айтты. Бүгінде тау-шаңғы базасында жұмыстардың дені аяқталған, қажетті инфрақұрылымдар, жол, ауыз су, газ құбыры және электр қуатын тарту жұмыстары толығымен аяқталыпты. Ауылға кіреберістен тау бөктеріне дейін көсілген кең жолақты автожолдың құрылысы да аяқталғанына аз болған жоқ. Тікелей база орналасатын тау бөктерінде қызмет көрсету сервисі, коттедждер қалашығы бой көтеруде. Аспалы жол құрылысына қажетті қондырғылар Австрия елінен жеткізілген. Енді аспалы жолды монтажда орнату шараларын Ресей елінен келген білікті мамандар жүргізбек. Перизат Қуатқызы, Нұрбол Қыстаубек, 7/7 Ньюс.